Ас адамның арқауы. Қаншалықты дұрыс тамақтансақ, денсаулығымыз соншалықты мықты болмақ. Біз бүгін дұрыс тамақтанудың негізгі ерекшеліктеріне, соның ішінде тамақтанғаннан кейін қолымызды жоғары көтерудің пайдасына тоқталғымыз келеді. Достар, видеода сіз естіп білмеген тың ақпараттардың барына сенімдіміз. Сондықтан видеоны соңына дейін көруге кеңес береміз. Және каналға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны баса кетіңіз. Дұрыс тамақтану ең алдымен диета емес екендігін ашып айтқан жөн. Артық салмақтан арылу үшін кейбір қыз-келіншектер түрлі диетаға бет бұрып, кейде тіпті шыдамай бұзып жіберетін кездерде болады. Ал сіз дұрыс тамақтану арқылы әрі салмағыңыздың азайтып, әрі ағзаңызға күнделікті қажетті ақуыз, май, көмірсуларды мөлшермен тұтынуды үйренесіз. Ендеше негізгі ерекшеліктерге және кейбір ескеретін мәселелерге тоқталып өтейік. Сонымен дұрыс тамақтанудың негізгі ережелері. Бірінші, жиі әрі аз-аздан тамақтану. Әр 2,5-3 сағат сайын тамақтану. Бір күнге 5-6 рет тамақтану қажет. Екінші, рационда ақуыздың, майдың және көмірсудың болуы. Үшінші, бір күн ішінде тұтынатын майдың, ақуыздың және көмірсудың өз ағзаңызда қалауына қарай ыңғайластырып қолдану. Төртінші, таза су. Күніне 2 литрден жоғары мөлшерде су ішу керек. Бесінші, таза тамақ, яғни тез дайындалатын тағамдардан және тәттіден бас тарту. Алтыншы, калория нормасын сақтау. Дұрыс тамақтану ережелерін ұстана отырып, артық салмақтан қиындықсыз арылуға болады. Әсіресе тәттіден, қуырылған тамақтардан мүлдем бас тартқан абзал. Ал тәттісіз азыға қиын деп шешсеңіз, тәттіні алмастыратын көптеген өнімдер бар. Мәселен, қантты алмастыратын арнайы таблеткаларды қолдануға болады. Бұл шайды құмшекерсіз іше алмайтындар үшін. Сондай-ақ тәтті торт, бәліш, құймақ сынды өнімдерді бидай ұнынан емес, күріш, жүгері, сұлы жармасының онымен калориясы аз әрі денсаулыққа өте пайдалы етіп пісіруге болады. Ыстық тамақтарды мүмкіндігінше суға немесе буға пісірген абзал. Ал енді тақырыбымызда айтылғандай, тамақтанғаннан кейін қолымызды жоғары көтерудің пайдасына тоқталайық. Қолды жоғары көтергенде асқазан, ішек жолдарының ирек жазылып, астың оңай жылжуына жол ашады. Бұл астың тежеліп, ашуына, шіруіне, дисбактериоздың туындауына кедергі келтіреді. Қолды жоғары көтеру арқылы омыртқаға саулық сыйлайсыз. Яғни үнемі салбыраған қолдар омыртқа қисаюына, остеохондрозға себеп. Қолды көтеру арқылы омыртқаның тіктелуіне, икемділікке жағдай туады. Жас ұлғая келе, кеуде қуысындағы, құрсақ аумағындағы органдар өзінің табиғи орнынан ауытқитын болады. Мысалы, жатқан жүрек деген ұғым бар. Қарын босаңсып, пресс жоғалады. Қолды жоғары көтеру арқылы ішкі органдарды жоғары көтеруге, мығымдауға болады. Сол арқылы бұл аумақтағы бұлшық еттер нығаяды. Қолды тамақ ішкеннен кейін ғана емес, су ішкен соңда жоғары көтеру керек. Сонда су ағзада көп тұрмайды. Ол ішек арқылы тез өтіп, оның ішкі қабырғасын шаяды. Сондықтан тамақ ішерден 20-30 минут бұрын 1-1,5 стақан су ішіп жіберген пайдалы. Бұл кезде қолды жоғары көтеруді ұмытпау керек. Әсіресе бұл іші жиі қататындар үшін қажет. Ал қолды жоғары көтергенде оларды бір-біріне параллель ұстап, немесе саусақтарды айқастыра кіріктіріп, ақырын көтеріле отырып, асықпай керілген дұрыс. Осылай аздап жүруге де болады. Достар, видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, осы видеоны барлық әлеуметтік желілерге таратып жүруді өтінеміз. Қазақша арнаның дамуына өз үлестеріңізді қосып кетіңіздер.